Келесі 780 есептің біріншісін шығарайық. 2х қосылған 17 тең 22 қосылған 3х. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинастырып жазамыз. Сонда 2х болады. 3х-ті теңдіктің келесі бетіне өткізгенде таңбасы ауысып өтеді. Сонда минус 3х болады. 22 минус 17 болып өтеді екен. Сонда 2х-тен 3х-ті азайтсақ минус х қалады, тең 5-ге. Сонда х тең болады бізде минус 5-ге. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі 18 қосылған 3х тең х қосылған 14. 3х азайтылған х тең 14 азайтылған 18. 3х-тен х-ті азайтатын болсақ 2х болады, тең 14-тен 18 азайтатын болсақ минус 4-ке тең болады. Сонда х-тен минус 4 2-ке бөлетін болсақ минус 2-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 25 азайтылған 4х тең 12 азайтылған 5х. Әріпті өрнекті бір жаққа жинастырып жазамыз. Сонда минус 4х қосылған 5х болады. Тең 12 минус 25. Так, минус 4х-ке 5х қосатын болса, х-тің өзі қалады. Минус 13-ке тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 13х қосылған 27 тең 16х қосылған 4,5. Х бар өрнектерді бір жаққа жинастырамыз. Сонда 13х минус 16х тең 4,5 азайтылған 27. Азайтатын болсақ минус 3х-ке тең болады, тең минус 22,5-ге. Сонда х-тен минус 22,5-ті минус 3-ке бөлетін болсақ, минус 3 нәтижесі тең болады екен 7,5-ге. Келесі бесіншісін шығарайық. 21х қосылған 45 тең 17 қосылған 14х. 21х минус 14х тең 17 азайтылған 45. Азайтатын болса 7х болады, тең минус 28. х-тен минус 28-ді бөлеміз 7-ге. х-тің нәтижесі минус 4-ке тең болады екен. Келесі алтыншысын шығарайық. 13х қосылған 70 тең 2х қосылған 15. 13х азайтылған 2х тең 15 азайтылған 70. Сонда 11х-міз тең болады. 15-тен 70 алатын болсақ, минус 55-ге. х-тен минус 55 бөлінген 11. Нәтижесі тең болады екен, минус 5-ге. Келесі 781 есептің біріншісін шығарайық. 3,4х азайтылған 4 тең 4,8 азайтылған х. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтап жазамыз. Сонда 3,4х қосылған х тең 4,8 қосылған 4 болады. 3,4х-қа х-ті қосатын болса 4,4х болады, тең 8,8-ге. х-тен 8,8-ді 4,4-ге бөлетін болса, 2-ге тең болады екен.
Келесі екіншісін шығарайық. 2х қосылған 7 тең х қосылған 5,5. 2х минус 7 тең 5,5 азайтылған 7. Азайтатын болсақ х-ке тең болады. 5,5-тен 7-ні алатын болсақ минус 1,5-ке тең болады. Келесі үшіншісін шығарайық. 5 азайтылған 3х тең 2х азайтылған 8. Сонда минус 3х минус 2х тең минус 8 минус 5. Сонда минус 5х тең минус 13. Х тең минус 13-ті 5-ке бөлетін болсақ 2,6-ға тең екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 9,5х қосылған 2 тең 5,7х азайтылған 5,6. 9,5х минус 5,7х тең минус 5,6 азайтылған 2. Азайтатын болсақ, нәтижесі 3,8-ге тең. 3,8х тең минус 7,6. Енді х тең минус 7,6-ны 3,8-ге бөлетін болсақ, минус 2-ге тең болады. Келесі бесіншісін шығарайық. 1,5х қосылған 8 тең 3,1х қосылған 16. 1,5х минус 3,1х тең 16 азайтылған 8. Орындайтын болсақ, нәтижесі минус 1,6х-қа тең. 16-тан 8 алсақ, 8-ге тең болады. Х тең 8 бөлінген 1,6, ол бізде минус 5-ке тең болады екен. Келесі алтыншыны шығарайық. 2,9х қосылған 7,4 тең х қосылған 1,7. 2,9х минус х тең 1,7 минус 7,4. Сонда 1,9х тең азайтатын болсақ минус 5,7. Х тең минус 5,7 бөлінген 1,9. Сонда нәтижесі тең болады екен минус 3-ке. Келесі 782-ші есептің біріншісін шығарайық. Х тең 3-тен 2х қосылған 1. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтаймыз. Сонда х азайтылған 3-тен 2х тең болады 1-ге. Яғни х-тің алдында 1 деген сан бар. 1-ден азайтамыз 3-тен 2-ні, ол бізде 3-тен 1-ге тең болады. Яғни 3-тен 1 х болады. Тең 1-ге. Ал 1-ді 3-тен 1-ге бөлетін болса, көбейтіліп кетеді, ал 3-ке шығады. Сонда нәтижесі 3-ке тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Х азайтылған 2-ден 1 тең 4-тен 3х. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтаймыз. Сонда х азайтылған 4-тен 3х тең ол 2-ден 1-ге. Алдында 1 бар деп есептейміз. Оны 4-тен 4 дейтін болсақ, 4-тен 1-ді азайтатын болсақ, 1-ге тең болады. Бөлшектің бөлімінде 4 қалады. Сонда 4-тен 1 х қалады екен. Тең 2-ден 1. Енді 2-ден 1 санын 4-тен 1-ге бөлетін болсақ, нәтижесі 4 бөлінген 2 болады, ол 2-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Х
азайтылған 3-тен 2 тең 6-тан 5 x. x минус 6-тан 5 x тең 3-тен 2. Алдында 1 бар деп есептейміз. Оны 6-тан 6 деп алайық. 6-тан 5 алатын болсақ 1 болады. Бөлшектің бөлімінде 6 болады. X болады. Тең 3-тен 2. X тең 3-тен 2-ні 6-тан 1-ге бөлетін болсақ, так 4-ке тең болады екен. Келесі 12 өтеді. Бөлесін 3-ке 12 4 болады. Дұрыс. Келесі 4-шісін шығарайық. 1,5-тен 4 y тең y қосылған 4. 1,5-тен 4 y азайтылған y тең 4-ке де жаза аламыз. Яғни 5, 9 y азайтылған y тең 4-ке. Y-тің алдында 1 бар деп есептейміз. Оны 5-тен 5 дейтін болсақ, алымында 4 саны қалады, бөлшектің бөлімінде 5 саны қалады. Y болады екен тең 4-ке. Енді 4 санының 5-тен 4-ке бөлетін болса, 4 пен 4 қысқарып кетеді де, Y-іміз тең болады 5-ке. Келесі 5-шісін шығарайық. 3-тен 2 Y азайтылған 3-тен 1 тең 9-дан 5 y. 3-тен 2 y азайтылған 9-дан 5 y тең 3-тен 1. Так, ортақ бөлім 3 санынан береміз. Сонда 5y азайтылған 6y азайтылған 5. Ол бізде 1-ге тең болады. Бөлшектің бөлімінде 9, алымында 1 y қалады. Ол тең 3-тен 1-ге. Сонда y тең 3-тен 1-ді 9-дан 1-ге бөлетін болсақ, 9 алын ашып кетеді де, 9-ды 3-ке бөлетін болса, 3-ке тең болады. Келесі 6-шысын шығарайық. 4-тен 3 y минус 3-тен 2 тең 12-ден 7 y. 4-тен 3 y минус 12-ден 7 y тең 3-тен 2. Ортақ бөлім 12 санынан болады. 3-тен береміз. Бөлшектің бөлімінде 12 қалады. 9 азайтылған 7 2-ге тең болады. Y тең 3-тен 2. Y тең 3-тен 2 бөлінген 12-ден 2 немесе 6-тан 1 деп жазып алсақ та болады. Сонда қысқартып жіберетін болса, Y-тің нәтижесі 4-ке тең болады екен. Келесі 783 есептің біріншісін шығарайық. 7x минус 3 қосылған 2x тең x қосылған 9. Жақшаның ішін минус таңбамен ашып шығамыз. Сонда 7x минус 3 минус 2x тең x қосылған 9. Әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинастырып жазамыз. 7x-тан 2x азайтсақ 5x минус x тең 9 қосылған 3. Нәтижесі 4x болады, тең 12-ге. X тең 3-ге. Келесі екінші есеп шығарайық. 13 минус 2x минус 5 тең x минус 3. Жақшаның ішін минус таңбамен ашып шығамыз. 13 минус 2x плюс 5 тең x минус 3. 2x минус x тең минус 3 қосатын болсақ 18-ге тең. Сонда ол минус 18 болып өтеді екен. Сонда минус 3x тең минус 21-ге. X тең минус 21-ді минус 3-ке бөлетін болсақ 7-ге тең болады екен. Келесі үшінші есебін шығарайық.
3х минус 10 азайтылған 9х тен 22х. 3х минус 10 плюс 9х тен 22х. Так, қосатын болсақ 12х болады. Тен 12х на 22х-ті бірден өткізіп жіберейік. Сонда 12х минус 22х тен болады 10-ға. Азайтатын болсақ, минус 10х тен 10-ға. Х-тің нәтижесі сонда минус 1-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 26 минус 17 минус 2х тен 5х. 26 минус 17 плюс 2х тен 5х. Азайтатын болсақ, нәтижесі бізде 9-ға тең. 2х минус 5х тен минус 9 деп жазылайық. Сонда минус 3х тен минус 9. Х тен минус 9-ды минус 3-ке бөлетін болсақ, 3-ке тең болады екен. Келесі 784-ші есебіміз. Екі санның қосындысы 21-ге тең. Екі еселенген бірінші сан екінші саннан 3-ке артық дейді. Бірінші санды х деп белгілейік. Ал екінші сан екі еселенген бірінші сан дейді. Сонда 2х санын екінші саннан 3-ке артық болатын болса, минус 3 болады екен. Бұл бізде екінші санымыз, е? Бірінші санды табыңыздар. Және осы екеуінің қосындысы 21-ге тең екен. Яғни қосындысы 21-ге тең дейінді. Енді х қосылған 2х азайтылған 3 тең 21-ге. Осы жерден х табылайық. Қосындысы сонда 3х болады. Тең 21 қосылған 3. 3х тең 24-ге. Х тең сонда 24 санын бөлеміз 3-ке. Х-тің нәтижесі тең болады екен 8-ге. Яғни х деп отқанымыз ол бірінші сан. Сонда бірінші сан 8-ге тең екен. Ал екінші сан, мына өрнектетке, яғни х-тің орнына 8 апарып қойып есептейміз. Екінші сан 2 көбейтілген 8 азайтылған 3-ке тең. Ол дегеніміз сонда 16-16-тан 3-ті азайтатын болсақ, 13-ке тең болады екен. Екінші санымыз 13-ке тең екен.